Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге сіз білесіз бе айтары. Қазақ тілінде реттік сан есімдер араб цифрымен берілсе, ыншы жұрнағын орнына дефис қойылады. Мысалы, 13-ші автобус. Бұл жерде нешінші деген сұраққа жауап беріп, реттік санын білдіріп тұр. 13 автобус. Бұл қанша деген сұраққа жауап беріп, санын білдіріп тұр. 8-ші бала, 8 бала. Ал қандай жағдайда реттік сан есімге дефис жалғанбайды, бірақ ыншы арқылы оқимыз. Бірінші, күн, ай, жыл аттары тіркесіп келген сан есімдерге дефис қойылмайды. Мысалы, 20-шы тамыз 2024 жыл. Екінші жағдайда реттік сан есімге рим цифры арқылы жазатын болсақ, онда дефис қойылмайды. Мысалы, 18-ші ғасыр, 21-ші ғасыр. Ал мына суретте қандай қате көріп тұрсыздар? Жауаптарыңызды комментарийге жаза кетіңіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі айдарда жүздескенше.